бүгін бір таңбалы санды бір таңбалы санға қосқанда шыққан мәні бұл екі бөліктің бір бүтінді құрайтындығын қалай түсіндірсек болады, сол жайында қазір түсіндірейін. Мысалы, бізде мынандай есеп берілген болса, 2 қосылған 3 тең 5-ке. Бір қарағанда балаларға қосылғыш, қосындының мәні деп айтып беруіміз мүмкін. Бірақ олардың есінде қалу үшін біз екі түсті қарындашты немесе маркерді қолдансақ болады. Екеуін бөліктер деп аламыз, 2 және 3-ті. Оны бір түспен бояймыз. Айтамыз, бір бөлік 2, мынау екінші бөлігі. Екі бөліктерді қосқан кезде бір бүтін шықты деп, оны басқа түспен бояп қояйық. Басқа түспен бояймыз. Енді бөліктердің орнын ауыстырып қоссақ та, сол бүтін шығады. Оны да бояп көрсетеміз. Оны да біз осылай бояп көрсетсек болады. Бұл қосылғыштардың орнын ауыстырсақ та, қосындының мәні өзгермейді дегенге біртіндеп дайындаймыз. Қазір айтпай қойсақ та болады, тек қана міне балалар бөліктердің орындарын ауыстырсақ та, бүтін өзгермейді, мәні тура осылай 5 шығып тұр. Енді мысал үшін бүтіннен бір бөлігін азайтқанда келесі бөлігі шығады дегенді айтамыз. Мысалы 5-тен азайтып едік, 3-ті тең болады 2-ге. Оны да енді бояй ғой деп екі түсті қарындашты алдына қойыңыздар. Сол кезде бүтінді, бөлікті ажыратып бергенін мұқият қадағалаңыздар. Бізде бөліктер сары, бүтіні көк. Міне осылай балалар бүтіннен бір бөлікті азайтып жатқанда келесі бөліктің шығып жатқанын анық түсініп отырады. Енді осы бүтіннен басқа мына бөлікті азайтайық, келесі бөлік шығады. 5-тен енді азайтамыз 2-ні. Тең болады 3-ке. Бұл қазір енді бояуды сұраймыз. Сонда бүтіннен келесі бөлікті азайтып едім, тағы бір бөлігі шықты. Себебі балалар кейін теңдеу шығарған кезде де бүтіннен бөлікті азайтып жатқанын анық ұғынатын болады. Осылай есеп беріп, ол 2, мысал қосылғыштардың орнын ауыстыруды, 2 бөліктің орнын ауыстырайық, мәні қанша шығады, бояп шық деп, осындай есептен бірнеше есепті беріп отырып, осындай жолмен шығартып, оны бояуын сұраңыз. Сонда олардың есінде кейін көбейту бөлуді шығарған кезде де есінде қалады. Одан кейін теңдеу шығарған кезде де есінде тұратын болады.